Қайырлы күн, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Дәурен Төлбасы, математика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі қарастыратын бұл тақырыбымыз бізде арифметикалық прогрессия. Бұл тақырып, достар, бұл ұбт-да кемінде бір сұрақ келеді. Не арифметикалық прогрессия, не геометриялық прогрессиядан келеді. Сондықтан да бұл тақырып өте маңызды. Егер бұл тақырыптарды үйреніп алғымыз келсе, онда жалғасуды қарастырайық. Ал достар, онда бастаймыз. Сонымен жалпы арифметикалық прогрессия дегеніміз не? Жалпы қалай шығарамыз? Жалпы алдыңғы тақырыпты көрген болсақ, біз сандар тізбегін бастадық. Сандар тізбегінде біз не үйрендік? Сандар тізбегінде сандардың орналасу реті, олардың жазылу формуласын үйренген болатынбыз. Енді осы прогрессия құрастырайық. Жалпы прогрессия не? Соған бір тоқталайық. Оның әрине сандар тізбегінің өте маңызы бар екенін түсінеміз. Мысалы 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 деген тізбек құрастыратын болсақ, бұл бізде арифметикалық прогрессия деп аталамыз. Яғни арифметикалық прогрессия белгілі бір сандар тізбегінен тұрады. Яғни ол белгілі бір санға артып отырады, не белгілі бір санға кем отырады. Мысалы, мына тізбекті қарайтын болсақ, бұл тізбекте біздің сандарымыз келесі санға өткенде 3-ке артып отыр. Яғни 1-ге 3-ті қоссақ 4, 4-ге 3-ті қоссақ 7, 7-ге 3-ті қоссақ 10, 10-ға 3-ті қоссақ 13, оған 3-ті қоссақ 16, оған 3-ті қоссақ 19. Көріп тұрғанымыздай. Немесе белгілі бір санға кеміп отырады. Оған да мысал берейік. Мысал ретінде 20, 16, 12, 8, 4, 0, -4 деген тізбекті қарайық. Бұл келесі санға өскенде, бұл 4-ке кеміп жатыр. Көріп тұрмыз ғой, 16-дан 4 азайтсақ 12, 12-ден 4 азайтсақ 8, 8-ден 4 азайтсақ 4, 4-ден 4 азайтсақ 0, 0-ден 4 азайтсақ -4. Мұнда оқушылар, бізде не белгілі бір санға қосылып не азайып тұрған санды айырым деп атаймыз. Оны d деген әріппен белгілейміз. d деген бізде мұнда 3-ке тең. Бұл бізде айырым деп аталады. Айырым. Ал мұнда d неге тең болады? -4-ке тең. Яғни бұл кеміп жатыр. Сол оң жақтағы прогрессия бұл кемімелі прогрессия деп аталады. Себебі біздің тізбегіміз кеміп жатыр. Ал сол жақтағы мына 1, 4, 7 деген прогрессия бұл өспелі прогрессия деп аталады. Себебі біздің прогрессиямыз 4-ке артып жатыр. Жарай ма? Енді осы бізге түсінікті болған болса, жалпы өспелі кемелі бар екенін айттық, осы бізде түсінікті деп ойлаймын. Енді жалпы теориямен жұмыс істеп көрейік. Қараңдар, A1 дегеніміз не? A1 дегеніміз бұл тізбектің бірінші тұрған саны. Мысалы, мұнда A1 1-ге тең. A2 деп атқанымыз бұл тізбектің екінші тұрған саны. A3 деп атқанымыз тізбектің үшінші тұрған саны. A4 деген не? Тізбектің 4-ші тұрған саны. A5 тізбектің 5, солай кете береді. Дұрыс па? Енді біздің қосып жатқан санымыз болды. A1-ге d-ні қоссақ не болады? A2 шығады. Яғни A1-ге d-ні қоссақ, бізде A2-ні алады екенбіз. Ал A2-ге d-ні қосатын болсақ, біз A3-ті аламыз. A2-ге d-ні қоссақ, біз A3-ті аламыз. Түсініп отырмыз ғой, яғни біз екінші тұрған санға жаңа d-ні қоссақ, біз үшінші санды аламыз. Үшінші сан бұл A3. Жақсы. Дәл солай A3-ге d-ні қоссақ, не аламыз? Төртінші тұрған санды аламыз. Осылай бұл кете береді. Енді екінші бір мынандай қарастырып өтейікші. Бұлардың барлығы плюс d арқылы келесі санға өтетінін біз түсініп алдық. Енді қараңдаршы, мен A1-де тұрмын. Қараңдар оқушылар, мен A1-де тұрмын. Мен A5-ке барғым келеді. Мен A5-ке бару үшін d-ні неше рет қосамын? Қараңдаршы, мен A1-де тұрмын. A5-ке бару үшін мен d-ні неше рет қосамын? Қараңдар, 1,
2, 3, 4. Яғни мен А1-ге А5-ге бару үшін А1-ді 4 рет қостым. Жарай ма? Енді давайте тағы бір сұрақ сұраймын. Дайындаламыз. Так, мына болмайды екен. Ластикпен өзіміз өшіреміз. Так. Мен мысалы А6-да тұрмын. Мен А1-де тұрмын. А6-ға жету үшін неше ретті қосам? Қараңдар. 1, 2, 3, 4, 5 рет қосады екен, яғни 5-ті. Дәл солайынан оқушылар, мен А3-ге жету үшін А1-ге нешеті қосамын? 2-ті қосам. Осы жерде мынандай бір формула шығады. Қараңдаршы, мына 1-ге 4-ті қоссаңдар неше шығып тұр? 5 шығып тұр. 1-ге 5-ті қоссаңдар 6 шығады. 1-ге 2-ні қоссаңдар 3 шығады. Онда мен оқушылар А10-ға жету үшін А1-ге нешеті қосамын? Т-дан 9 рет қосады екен. Жарай ма? Логикасы түсінікті ғой. Енді мен осы жерде n-ші мүшесіне бару үшін, енді мен мысалы 10 емес, n-ші мүшесіне бару үшін, онда бұл былай болады екен. А1 қосылған, қараңдар оқушылар, d көбейту n-1. Неге n-1? Себебі мына жерде 1-ге 9 қоссақ 10 ғой. Дәл сол секілді 1-ді n-1-ге қосқанда, -1 мен +1 бірін-бірін жойып кетеді. Сөйтіп, бізде n-нің өзі қалады сол үшін. Немесе 1-ге кем болу керек. Жарай ма? Енді екіншісін қарастырып өтейік. Мен всегда тек қана А1-ден ғана бара бермеймін ғой. Мысалы, мен А2-ден тұрамын, я? Мысалы, мен А2-де тұрмын. Мен А6-ға баруым керек. Мұнда баруым керек. Так, А6-ға бару үшін мен А2-ге неше рет т-ні қосамын? Қараңдаршы. 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет. Яғни А2 қосу 4-ті. Логикасы түсінікті ма? Қараңдаршы, 2 қосу 4, міне 6. Мысалы, мен А8-ге баруым керек. А3-ге нешеті қосам? 5-ті. Неге? Өйткені 3-ге 5-ті қоса неше шығады? 8-ді шығады. Жарай ма? Мысалы, А4-те тұрмын. А4-ге жету керек. Маған А2-ге нешеті қосамын? 2-ді, я? Енді керісінше жағдайда қарастырайық. Біз енді керісінше болса қалай болады? Соған бір қарап өтейікші. Бұған байланысты формула бере салайыншы. Бұның формуласы AN тең АК қосылған n-k д болады. Бұл жерде қараңдар, k мен -k бірін-бірін жойып кетеді да, n-нің өзі қалады. Сол формула сол. Так. Енді мен керісінше бару мәселесін айтайыншы. Мысалы, мен А6-да тұрмын. Мен мына жерде тұрмын. Логикасын түсінасыңдар болды. Мен мысалы А2-ге қайтқым келеді. Онда мен артқа қайтатын болса, мен д-ларды азайтамын. Яғни А3-ге бару үшін А6-дан неше д артқа қайтуым керек? 3-ді. Мысалы, мен А2-ге жетуім керек. Мен А10-дамын. А10-нан мысалы 8-ді болады. Немесе 10 азайту 8, мына 2. 6 минус 3. Көрдіңдер ма? Осы логиканы түсініп алсаңдар, кез келген тізбекке бара аласыңдар. Сонымен бұл жерде оқушылар 2 формула бар. Осы формулаларды қарап алайық. Осы формула және екінші формулая осы формуларды белгілеп қойдым. Енді қазір есеп шығару барысында бұлардың барлығы түсінікті болады. Бастайық. Сонымен бізде қандай есеп берілген? Біздің есеп бұлай болып тұр. Біздің бірінші тізбегіміз, қараңдаршы, А1 тең 3 дегеніміз, бірінші тізбегіміз 3-ке тең. Келесі тізбекке өту үшін біз 2-ні қосамыз. Яғни екінші санға, тізбектің екінші саны бұл 5-ке тең. Себебі 3-ке 2-ні қосамыз. Д деген бұл бізде келесі санға табу үшін қосатын сан. Келесі сан бізде 7, 9, 11, 13, 15, 17 деп кетеді. Бізге не табу керек? А7 табу керек. Қараңдар, А1, бізде А2, А3, А4, А5, А6, А7. А7 қаншаға тең? 15-ке тең. Міне таптық. Немесе бұны формула бойынша тауып көрейік. Қараңдаршы, мен А7-ге жету үшін А1-ге қанша д қосамын?
6-ды қосам. Себебі 1-ге 6-ны қосам, менде 7 шығады. А7 тең А1 менде берілген 3 қосу, 6 көбейтуді менде 2. 6-ға 2-ні көбейтем 12, оған 3-ті қосам 15. Міне мен 7-ші мүшесін таптым. Енді екінші есепке тоқталайық. Бізде А1 берілген, Д берілген және А10. 10-шы мүшесін сұрап жатыр. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай Д теріс сан, яғни бұл кемімелі прогрессия. Қараңдар оқушылар, мен 10-шы мүшесіне бару үшін А1-ге қанша Д қосамын? 9-ды қосам, яғни 1-ге 9 қосам, менде 10 болады. Онда кеттік А10 тең, А1 менде 0,4 қосу, 9 көбейту, минус 0,3. Минус мұнда шығады, сонда А10 тең 0,4 минус 2,7 болады. Минус 9 бен 3-ті көбейтсек, сонда А10 тең минус 2,3 тең. Яғни 10-шы мүшесі минус 2,3 болады. Келесі есеп. Қараңдаршы, бірінші мүшесі берілген, 11-ші мүшесі берілген, Д-ны табу керек. Оқушылар, Д-ны табудың бір формуласы бар, соны жазып алайық. Д-ны табу үшін оқушылар АН минус АК бөлінген N минус К формуласын қолданамыз. Яғни оқушылар қараңдар, Д тең АН дейді. Қайсыны қарайсыңдар? 1 үлкен ба, 11 үлкен ба? 11 үлкен, бірінші соны жазамыз. А11 минус А1, қараңдар, мынау бізде 11, азайту 1. Мына жерде солардың индекстерін азайтамыз. Қараңдар, N-дікі N, АК-ныкі К, онда 11 минус 1 деп. А11-дің орнына 15 қоямыз, А1-дің орнына 9 қоямыз, бөлімі 10. Сонда бұл 6 бөлінген 10, 0,16. Бұл тізбектің айырымы 0,16-ға тең. Жақсы, яғни осы формуланы осылай табамыз. Келесі мына 4-ке де дәл солай қолданайық. Қараңдар, Д тең, қараймыз, 10 үлкен ба, А10 үлкен ба, А2 үлкен ба, А10 үлкен, онда А10 минус А2 астына 10 минус 2. Сонда А10 деген 55, азайту А2 деген 7, астында 8. Так, 48 бөлінген 8, яғни 6-ға тең. Көріп тұрғанымыздай есеп оңай шықты. Келесі 5-ші тапсырма. Так, бұл жерде бізде келесі есептер берілген, 2-ші мүшесі берілген, 5-ші мүшесі берілген, 21-ші мүшесін табу керек. Оқушылар, біз міндетті түрде Д-ны табу алуға тырысыңдар, всегда. Так, Д-ны табу үшін бізге белгілі информациялар беріп тұр. 2-ші мүшесі мен 5-ші мүшесі беріп тұр. Онда жазамыз А5 минус А2 бөлімінде 5 минус 2. А5 деген 18 минус 3 бөлімінде 3. 18-ден 3 азайтсақ 15, оны 3-ге бөлсек, бізде 5 болады. Мен Д-ны тауып алдым. Енді қараңдаршы, А21-ге жету үшін мен А2-ге 19-ды қоса аламын, 19-даны, немесе А21-ге жету үшін А5-ге қаншады қосамын? 16-ды қосамын. Маған айырмашылық жоқ, қайсын таңдасам да. Екеуімен де бір жолдамын. Мен біріншісін таңдай салайын. А21 тең, А2 деген 3 қосылған, 19 көбейту 5. 19-ды 5-ке көбейтсек, бізде бұл 185 бола ма? 95 болады. И 95-ке 3-ті қоссақ, бізде 98 болады. Дәл осылайынан шығарсақ та, бұл да сол жауап береді. 18 қосылған, 16 көбейтілген 5. А21 тең, 18 қосылған, мына жерде бізде 80 болады. Сонда А21 тең 98. Мына екеуі де бір жауап. Келесі 6-шы тапсырма. Бізде 5-ші мүшесі, 10-ші мүшесі берілген, 15-ші мүшесін табуымыз керек. Бұл да дәл осындай тапсырма. Бірінші біз Д-ны тауып аламыз. Ол бізде А10 минус А5 бөлімінде 10 минус 5. А10 14,4 минус 8,4 бөлімінде 5. Жоғар жақта 6 бөлінген 5, 1,2. Енді қараңдаршы, мен А15-ге жету үшін, мен А5-ті де А10-да қолдансам болады. Давайте мен А10-ды қолдана салам. А10-ға мен 5-ті қосам. Сонда А15-ші мүшесін табу үшін А14,4-ге 5 көбейту 1,2-ні қолданам. Сонда А15-тен 14,4 қосылған 6. Сонда 15-ші мүшесі 20,6-ға тең. Келесі есепке өтейік.
келесі есепте бізде бірінші мүшесі берілген, d берілген, және тізбектің 20 деген сан тізбектің n-ші мүшесі. Жалпы n-ді табуымыз керек. Жаңа осы жерде формуланы қолданамыз оқушылар. Қараңдар, n-нің формуласы қандай еді? a1 қосылған d n-1 деген формула бар еді. Осыны қолданамыз. Енді қараңдар, n неге тең бізде? 20-ға тең. Онда осыны тең 20 деп жазамыз. Яғни n тең деген формула бар ғой, соны 20-ға теңестіреміз. Енді мына жақ бізге керек емес. a1-дің орнына енді 2-ні қоямыз, d-ның орнына 3-ті қоямыз, n-1 тең 20. Енді жақшаны ашамыз. 2 қосылған 3n-3, 3n-ға 3 бірге көбейтіледі, тең 20. Сонда 3n тең 20 минус 2 плюс 3, 3n тең 21, n тең 21-ді 3-ке бөлсек 7, 7-ші мүшесі. Келесі a1 берілген, d берілген, n-ші мүшесі 21-ге тең, n-ді табу керек. Кеттік болды, дәл сол формула. n тең a1 қосу d n-1 формуласын қолданамыз. Осыны 21-ге тең деп жүреміз. Өйткені n-ші мүшесі 21-ге тең. Мына жақ керек емес деп айттық. 7 қосылған 2 n-1 тең 21. Так, 7 қосу 2n-2 тең 21. 2n тең 21 минус 7 плюс 2. 2n тең қанша болады бізде? 16. n-ді табу үшін 16-ны 2-ке бөлеміз. Сонда бұл 8-ші мүшесі екен. Келесі оқушылар, есепке тоқталайық. Екінші мүшесі берілген, d берілген, n-ші мүшесі 31. n-ді табуымыз керек, бастаймыз. Енді оқушылар, бұл жерде біз былай жасаймыз. Жаңа n тең ak плюс n минус k d деген формула бар ғой. Осы формула арқылы шығарамыз. Бұл жерде біз неге жаңа a1 деген формуланы қолданбадық? Себебі бұл жерде a1 емес, бізге a2 берілген, сол үшін біз осы формуланы қолданамыз. Онда кеттік. Осыны біз 1-ден 31-ге теңестіреміз, өйткені n 31-ге тең. Яғни оны бізге керек емес. Енді қараңдар, k-ның орнына біз 2-ні қоямыз, өйткені бізге a2 емес, a1 емес, a2 берілген. Онда a2 қосу n-2, d-ның орнына біз 2-ні қоямыз, тең 31. a2 деп атқанымыз бұл бізде 5 қосылған, мына 2-ні әрбір жақшаның ішіне көбейтеміз. Сонда бұл 2n-4 болады, 31. Сонда 2n тең 31 минус 5 плюс 4. 2n тең мына менде 20 болады. 30 болады. Енді n-ді табу үшін 30-ды 2-ке бөлеміз. Сонда 15. Келесі есепте дәл сондай. 10-ші мүшесі берілген, d берілген, n-ші мүшесі 3-ке тең, жалпы n неге тең? Давайте бірге тауып тастайық. n тең a10 қосу, бірден формула салсам бола ма? n-10 d. Осы менде 0,7-ге тең. n-ші мүшесі 3-ке тең екен. Кешірім сұраймын. Мынау менде 3-ке тең. Енді мына жақ керек емес. a10-ның орнына 0,7-ні қоямыз. Так, d-ның орнына 0,1-ді қоямыз. Енді жақшаны ашамыз. 0,7 қосу, 0,1 n-ға көбейтіледі, 0,1 n, 0,1 10-ға көбейтіледі, онда 1 болады. 0,1 n-ді қалдырамыз, қалғанын оң жаққа өткіземіз. Сонда 0,1 n, 2,3, 3,3. Енді n-ді табу үшін 3,3-ді 0,1-ге бөлеміз. n тең 33. 33-ші мүшесі бізде 3-ке тең болады екен. Так, келесі есепті жалғастырайық. 10-ші тапсырмаға келіп жеттік. 4-ші мүшесі берілген, 2-ші мүшесі берілген, n-ші мүшесі 20-ға тең, n қандай сан? Бұл да уже оңай болу керек деп ойлаймын. Бірінші біз d-ны тауып аламыз. a4 минус a2 бөлімінде 4 минус 2. Так, 8 минус 2 бөлімінде 2. 8-ден 2-ні азайтамыз 6. 6-ны 2-ке бөлсек 3. Енді n-ның формуласын жазып жүрейік. n тең.
Так, қараңдар, А4-ті бе А2 екеуін де біреуін қолдансақ болады. Давайте мен А2-ні қолданамын. А2 қосу, так, n минус 2, мұнда менде d. Жаңа айттым ғой, 2 мен минус 2 бір-бірін қысқарып, n-нің өзі қалу керек. Енді осыны біз 1-ден 20-ға теңестіріп жүреміз, n бізге керек емес. А2-нің орнына мәнін жазамыз, n минус 2, d-нің орнына біз жаңа 3-ті жазамыз, d бізде 3-ке тең, мұны тең 20. Енді жақшаны ашамыз, 2 қосу, мұны 3 n-ға көбейтіледі, 3 2-ге көбейтіледі, сонда 3n минус 6 тең 20. Сонда 3n тең 20 минус 2 плюс 6, 3n тең 24, n тең 24 бөлі 3, n тең 8, яғни 8-ге тең. Келесі, 4, 5, 9-шы мүшелердің қосындысы 33, 6 неге тең? Егерде оқушылар осындай есептер келсе, біз барлығын А1 мен Д-ға жазамыз. Енді қараңдаршы оқушылар, А4 дегеніміз бұл А1-ге 3-ті қосамыз, яғни 1-ге 3-ті қоссақ 4. А5 дегеніміз не? А1 қосылған 4-ті, 1-ге 4-ті қоссақ 5. А9 дегеніміз А1 қосылған 8-ді. Осылардың барлығы 33-ке тең. А1-ді қоссақ, бізде бұл 3А1 береді. 3-ті қосылған 4-ті қосылған 8-ді, бұл бізде 15-ға тең. Енді оқушылар, мына жерде барлығы 3-ке бөлінеді, 3-ке бөліп жүреміз. Сонда А1 қосылған 5-ті тең 11 болады, бәрін 3-ке бөлсек. Ал А1 қосылған 5-ті деп атқанымыз, 1-ге 5-ті қоссақ 6, яғни бұл А6-ға тең. Міне біз 6-шы мүшесінің 11 екенін тауып тастадық. Келесі, прогрессияның алғашқы теріс мүшесін табыңыз. Енді қараңдар оқушылар, мына жерде 120 деп атқанымыз бұл бізде бірінші мүше. Енді d-ны табу үшін біз 116-дан 120-ны азайтамыз, Сонда 116-дан 120-ны азайтатын болсақ, бізде d минус 4-ке тең. Енді прогрессияның алғашқы теріс мүшесі, яғни бұл деп атқанымыз n-ші мүшесі бұл 0-ден кіші деген білдіреді, яғни біз осыны табуымыз қажет. Мына теріс мүшесін табыңыз. Теріс мүшесі бұл 0-ден кіші болатын сан. Онда жазамыз, а n-нің формуласы бізде А1 қосылған d, n минус 1. Осы бізде мына 0-ден кіші болу қажет. Енді n деген керек емес. А1-дің орнына 120 қосу, d-ның орнына минус 4 жазамыз, n минус 1 кіші 0-ден. Осы теңсіздікті орындаймыз. 120 плюс минус 4 болады, n минус 1 кіші 0. Енді 120 минус 4-ті n-ға көбейтеміз, минус 4-тен, минус 4-ті минус 1-ге көбейтеміз, сонда 4 болады. Енді минус 4-тен қалады, минус 120, минус 4 болып өтеді. Минус 4-тен минус 124, 2 минус қысқарғанда таңба өзгереді. Енді n-ді табу үшін 124-ті бөлеміз 4-ге, n тең 31. Бұл оқушылар 32-ші мүшесінен бастап біздің тізбек теріс сан болады. Ең бірінші теріс болатын мүшесі 32. Және оқушылар келесі 13-ші тапсырманы орындаймыз. Тізбегі мүшесілер, қанша тізбек мүшесі берілген деп жатыр. Давайте анықтайық. Мұна бізде А1 бірінші мүше болады, мұна бізде А2 екінші мүше. D-ны табудың формуласы оқушылар, жаңағы А2 минус А1, 2 минус 1 формуласына сал жүрейік. 108 минус 111 бөлінген 1, сонда минус 3-ке тең. Енді қараңдар оқушылар, мұны бізде нешінші мүшесі екен білмейміз, сондықтан бұны AN деп аламыз. Яғни біздегі AN бұл минус 12-ке тең. Енді AN-нің формуласы қандай? AN-нің формуласы A1 қосылған dn минус 1. Осы бізде минус 12-ке тең. Енді AN бізге керек емес. A1-дің орнына 111-ді қоямыз. D-ның орнына минус 3-ті қоямыз. n минус 1 минус 12. Сонда 111 минус 3, n минус 1 тең минус 12, 111 минус 3n плюс 3 болады, минус 3n-ді n-ға көбейтеміз, минус 3-ті минус 1 плюс 3 болады, тең минус 12, минус 3n-ді қалдырамыз, минус 12, минус 111, минус 3 болады. Минус 3n тең минус, так, есептейміз мына жерде, 132, 130 қанша болады? 115, 120,
6 болады. Сосын n мен n кетеді. Так, n тең 126-ны 3-ке бөлеміз. Онда бұл бізде 42-ке тең. Яғни минус 12 деген бұл 42-ші мүшесі. Яғни барлығы дұрыс болды деп ойлаймын. Ошибка болса, өздеріңіз дұрыстай саламыз. Келесі 14-ші тапсырмаға келіп жеттік. Бұл жерде бізде осы тізбекті жасауымыз керек. Бұнда жерде всегда А1 мен д-ны қолданамыз. А7 деп атқанымыз А1 қосу 6-ды деп өзгертеміз. Азайту А5 деп атқанымыз міндетті түрде жақшамен жазамыз, өйткені алдында минус бар. А1 қосылған 4-ті тең 10. Асты бізде А1 қосылған 5-ті қосу А1 қосу 3-ті тең 50. Астына жақша қоюдан қажеті жоқ, себебі ол жерде бізде оң плюс таңбасы тұр. Енді жоғары жақта жақшаны ашайық. А1 қосылған 6-ды минус А1 минус 4-ті, яғни минус екеуіне де әсер етеді. Мұнда әсер етеді, мұнда әсер етеді тең 10. Сонда А1 мен А1 кетті. 6 д-дан 4-ті азайтсақ 2-ді. Ол бізде 10-ға тең. Осы жерден д-ның біз 5-ке теңгенін анықтап аламыз. 10-ды 2-ке бөлсек. Енді екінші теңдеуді алып қарайық мұнда. А1 қосу 5-ті қосылған А1 қосу 3-ті тең 50. А1 қосу А1 бұл 2А1. 5-ті қосу 3-ті 8-ді тең 50. Біз білеміз, д деп атқанымыз 5-ке тең 8 көбейту 5 тең 50. 2А1 қосылған 40 тең 50. 2А1 тең 50 минус 40. 2А1 тең 10. А1-ді табу үшін 10-ды 2-ке бөлеміз. А1 бізде 5-ке тең. Құштар. Келесі оқушылар 15-ші тапсырма. Бұл тапсырмада дәл солай табылады. Бастаймыз. А1 деген бұл қалады. А8 деген А1 қосу 7-ді тең 25. Келесі А3 А1 қосу 2-ді деп алмастырамыз. А5-ті А1 қосу 4-ді деп алмастырамыз. 22. А1-ге А1-ді қосса 2А1 қосылған 7-ді тең 25. Асты А1-ге А1-ді қоссақ 2А1 қосылған 6-ді тең 22. Енді азайтамыз. 2А1 мен 2А1 кетеді. 7-ден 6-дан 1-ді қалады. 25-тен 22-ні азайтсақ, бізде д 3-ке тең. Біздің мақсатымыз табылды. Және оқушылар, ең соңғы есепке келдік. Біздегі бүгінгі бұл есепті біз былай шығарамыз. Мына жерде квадраттардың азайтуын көріп тұрмыз, онда бұл мына формула ғой. А квадрат минус Б квадрат деген. Яғни А минус В, А плюс В деген формуланы қолданып жүреміз. Тең 64. Бөлімінде де дәл солай. А минус В және А4 қосу А3 тең 28. Енді орындарына қойық. А5 деп атқанымыз А1 қосу 4-ті. Жаңа біз айттық, егер де минус болатын болса, біз жақшаны жазамыз едіге. А1 қосу 2-ді. Енді қайттан жақшаларын қойып жүрейік. Мұнда А5 дегеніміз А1 қосу 4-ті. Мұнда бізде А1 қосу 2-ді болады. Дұрыс па? Тең 64. Енді екінші астын қарастырамыз. А4 деп атқанымыз А1 қосылған 3-ті, азайту А1 қосылған 2-ті. Так, келесі А1 қосу 3-ті, қосу А1 қосу 2-ті. Так, осы тең 28. Енді ақшамдайық. Мына жерде жақшаны ашатын болсақ, оқушылар жақсылап қарайшы. А1 қосылған 4-ті, азайту А1, азайту 2-ді болады. Яғни А1 мен А1 кетеді. 4-тіға 2-дан азайтатын болсақ, 2-ді қалады. Көбейту. Мұнда екінші жақшада А1 қосу А1, 2А1-ге тең қосылған 4-ті қосылған 2-ді 6-дыға тең. Осы бізде 64. Енді астын қарайық. А1 қосылған 3-ті минус А1 минус 2-ді болады. А1 мен А1 кетті. 3-ті-дан 2-ді азайтсақ, бізде д қалады. Келесі жақшаның ішінде А1 қосу А1, 2А1 қосылған 5-ді тең 28. Енді оқушылар осы кезде біз не істейміз? Бөлу амалын қолданып жүрейік. Бөліп жүреміз осылай. Сонда бізде д мен д кетеді. Сосын біз бетеміз мына 64 пен 2-ні қысқартамыз.
Сонда бізде 32 болады. Енді 32 мен 28-те қысқартамыз. Бұлар бізде 4-ке қысқарады. 4-ке қысқартсақ, мұнда 8, мұнда 7 болады. Сонда бізде мана өрнек қалды. 2А1 қосылған 6-ды бөлімінде 2А1 қосылған 5-ді тең 8 бөлу 7. Осы жерде пропорция жасаймыз. Пропорцияны білеміз ғой. Мынаны былай көбейтеміз. Кеттік, 8-ді бірінші көбейтеміз. 8 көбейтілген 2А1 қосылған 5-ді тең 7 көбейтілген 2А1 қосу 6-ды. Так, жақшаны ашамыз. 8 2-ке, 8 5-ке көбейтіледі. 16А1 қосылған 40-ды тең 14А1 қосылған 42-ді. Енді А1-лерді сол жаққа жинайық. 16А1 минус 14А1, минус болып өтеді. Мұнда 42-ді минус 40-ды болады, мұнда минус болып өтеді. Сонда 2А1 тең 2-ді, 2-лер қысқарады, А1 тең ді. Яғни А1 мен д-ның мәндері бірдей. Енді мына жерде бізде қысқармас бұрын 2 теңдеудің біреуін таңдайық. Жоғарыдағысы 2-ді жақшаның ішінде 2А1 қосылған 6-ды тең 64 еді ғой. Осы жерде А1-дің орнына д-ні қойып шығамыз. Сонда 2-ді жақшаның ішінде 2-ді қосылған 6-ды тең 64. 2-ді 6-дан қоссақ 8-ді. Жақшаның ішінде 8-ді тең 64. 2-ні 8-ге көбейтсек 16, д-ға д-ні көбейтсек д квадрат тең 64. Онда д квадраты табу үшін 64-ті 16-ға бөлеміз. д квадрат тең 4, д тең плюс минус 2 болады. Яғни бізде осында 2 жауап болады. Енді А1-ды қалай табамыз? Енді біз білеміз, А1 д-ға тең. Егер д 2-ке тең болса, А1 2-ке тең. Егер д минус 2-ке тең болса, А1 де минус 2-ке тең. Өйткені біз білеміз, А1 мен д-ның мәндері бірдей. Сонымен оқушылар, біз арифметикалық прогрессияға байланысты өте көп жақсы есептер шығардық. Бұл есептердің барлығы пайдалы болады деген сенімдемін. Мен өзімнің тәсілімді түсіндіре алдым деп ойлаймын. Соны бір жақсылап қарайық, қиын емес. Мысалы, А6-ға жету үшін, мысалы, А2-ге 4-ді қосамыз, сол логиканы түсініп алсаңдар, көптеген есептер оңай шығады. Қош сау болыңдар, келесі сабақта кездескенше.